Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада күнделікті өміріңізге керекті пайдалы ақпараттармен бөлісемін. Сол себепті міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Бүгінгі видеода машинаның несиесін толықтай жабылғаннан кейін ар жағында пайдаланылмаған сақтандыруды қайтаруды көрсетемін. Мысалдағы адам сақтандыруды қайтаруға кеш қозғалып қалды, сол себепті ол кісінің суммасы аз. Егер де сіз ертерек жауып, ертерек қозғалсаңыз, онда суммаңыз да соған қарай көбірек болады. Бірінші, Евразия 36-да KZ деген сайтқа кіреміз. Осы жерде сол жақ қапталында мои заявления, яғни өтініштер деген бар. Сол жерге кіріп аласыз, және де өтінішті беру, яғни подать заявление деген батырманы басып, ары қарай создать деген батырманы басасыз. Осы жерден сізге келісімшартты бұзуға өтініш беруге болады, яғни өзіңіздің деректеріңізді енгізесіз. Бірінші, қай банкте сіздің 20 таңбалы Айван счетыңыз бар, соны енгізесіз, яғни KZ деп басталатын. Бұл кісіде Каспий банк, сол себепті Каспий банктың реквизиттарының барлығын енгіздім. Және де өзіңіздің счетыңыз бар туралы Каспийден жаңағы документті көшіріп аласыз, оны осы жерге загрузить деп енгізесіз, және де жаңағы займ, яғни сіздің несиеңіздің толықтай жабылғандығы туралы справка анықтаманы да осы жерге загрузить документ деп көшіресіз. Барлығын көшіріп болғаннан кейін подтвердить кнопканы басасыз, сізге осы жерде өтініш ашылады. Өтініштің барлық деректерін тексересіз деп подписать заявление деп оған қол қоясыз. Қол қою бізде ЭЦП арқылы жүзеге асады. ЭЦП-ны таңдаймыз, паролімізді енгіземіз және де қол қоямыз. Қол қойылып біткеннен кейін сол жақ қапталында мои обращения деген бар, яғни сіздің өтінімдеріңіз, сіздің жаңағы қол қойып жіберген өтінішіңіздің қаралу күні сол жерде қарастырылады. Қарастырылу күні 15 жұмыс күнін құрайды, яғни демалыс күндері, мереке күндері саналмайды. 15 жұмыс күннің ішінде сіздің счетыңызға қалған ақшаңыз келіп түсуі керек. Менің арнамда басқа да банктерден қолданылмаған сақтандыру шартының суммасын қайтару туралы видеолар бар. Осы видеоның астында қосымша сілтемесін қалдыратын боламын. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Арнаға міндетті түрде жазылып қойыңыздар. Лайк басып комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар достар. Назарларыңызға көп рахмет.